Сәлеметсіздер ме, құрметті кезекте KZ порталының пайдаланушылары. Бұл бейне нұсқалықта тұрғын үй сертификатын алуға өтінім беру процесі көрсетіледі. Ол үшін авторизациядан өткеннен кейін аманат сервисіне кіріп, онлайн өтінім беру батырмасын басасыз. Өзіңіз үшін бөлімін таңдап, әрі қарай батырмасын басасыз. Осы кезеңде 1414 нөмірінен келген SMS хабарламаға келісіміңізді білдіріп, жауап беруіңіз қажет. Жауап жүктелгеннен кейін әрі қарай батырмасын басасыз. Келесі бетте телефон нөмірін жақша арқылы көрсетіп, келесі бетке өтесіз. Өтінім беретін жұмыс органын таңдайсыз. Әрі қарай батырмасын басып, осы бетте бірге тұрақты тұратын отбасы мүшелерін көрсетесіз. Қосу батырмасын басып, олардың ЖСН енгізіп, туыстық дәрежесін көрсетесіз. Егер бала мүгедектігі бар бала болса, тиісті жолда «Я» деп көрсетесіз. Әрі қарай батырмасын басасыз. Келесі бетте отбасы мүшелерінің деректерін жүктеуге рұқсат беру қажет. Ол үшін 1414 нөмірінен келген SMS хабарламаға жауап беріп, келісіміңізді растайсыз. Содан кейін әрі қарай батырмасын басасыз. Тұрғын үй кезегінде тұрған санатыңызды таңдайсыз. Келесі бетте отбасы банк жүйесінде мәртебені тексеру жүргізіледі. Тексеруден өткеннен кейін әрі қарай батырмасын басасыз. Одан кейін тізімнен жұмыс орныңыздың түрін таңдап, жұмыс орнының БСН және лауазымыңызды көрсетесіз. Әрі қарай батырмасын басып, сұратылған барлық құжаттарды PDF форматында көлемі 10 мегабайттан аспайтындай етіп тіркейсіз. Құжатты тіркеген кезде міндетті түрде файлдың сипаттамасын көрсетесіз. Әрі қарай сұратылатын тұрғын үй сертификатының сомасын көрсетесіз. Осы кезеңде берілген ақпараттардың дұрыстығын растап, келісім бересіз. Содан кейін сертификат батырмасын басып, файлдан өзіңіздің ІЦқ кілтіңізді таңдайсыз. Одан кейін өтінім беру батырмасын басасыз. Өтінім сәтті берілді, өтінімнің жұмыс органының тарапынан қаралуын күтіңіз. Назарларыңызға рахмет.